Мінекей, тәуба дейміз, ММ орталығы мінекей екінші жаңа жылымызға аяқ басты. Нақты уақытын айтатын болсақ, 1 жас 6 айға ғана енді ғана толған екен. 1 жас 6 ай дегеніміз, елестетіп көрсеңіздер, 1,5 жастағы кішкентай ғана сәби, енді ғана аяғын тәй-тәй басып, оңды солын біле қоймайтын, үнемі жетектегенді талап ететін кішкентай ғана сәбидің жасы. Енді өзім осы ММ орталығы туралы айтатын болсам, көп мақсат қойдым, көп идеялар болды, әлі де. Бірақ уақыты жағынан енді кез келген мектеп болсын, қандай да бір сала болсын, жоспарлайды, 1 жылда мен мынандай дәрежеге жету керекпін, 2 жылда мынандай дәрежеге жету керекпін деген секілді. Мен арнайы жоспар қоя білдім, бірақ өзімнің ойлағанымнан да асып түскен осы ММ орталығының белестері жанымды жадыратады. Оның барлығы біздің ММ орталығының білікті мамандарының арқасы деп ойлаймын. Қазіргі таңда көптің көңілінен шықтық. Үлкен-үлкен жобаларға қатыстық. Соның ішінде мінекей Наурыз мерекесі өзіміздің қазағымыздың жаңа жылы, ұлы мереке. Осы мерекемізді неге ұлы қылып тойламасқа деген оймен осындай үлкен көрерменмен қауышайық, бірге Наурыз мейрамын тойлайық деген оймен осындай жобаны қолға алып, бүгін мінекей көрерменмен тағы да қауышып отырмыз.